Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Каналыма қош келдіңіздер. Рамазан айында ұстаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Бүгін кешкі асқа осындай оңай лағманды жасайтын боламыз. Ең алдымен парақшама, каналыма тіркеліп алыңыздар. Қазанымызды қыздырып, сұйық майымызды құйып, ұсақтап туралған етімізді салып, жақсылап еті қызарғанша қуырып аламыз. Осы уақыт аралығында жіңішке етіп туралған үлкендеу пиязымызды осылай 4 бұрышты етіп, барлығын турап дайындап алатын боламыз. Және де қазанға жаңа еттің үстіне салып, тағы да пиязы қызарғанша жақсылап араластырамыз. Және де бір үлкендеу сәбізімізді сыртқы қабығын жақсылап ашып, тазартып, жуып, видеодағыдай ұзынша, орташа көлемде бөліп, оны тағы да 4 бұрышты етіп, кубиктеп, видеодағыдай бөліп турап аласыздар. Енді пиязымыз қызарғаннан кейін 2 шай қасықтай томат пастасын қолдандым. Және де жақсылап оны да араластырамыз. Үстінен сәбізді саламыз. Сәбізді де бірге жақсылап тағы да араластырамыз. Және де тағамға жақсы дәм беретін болгар борщын қолданамыз. Кәдімгі свежий түрін қолдансаңыздар болады. Мендегі қатырылған түрі. Видеодағыдай барлығын жаңа сәбізді турағандай етіп, барлығын 4 бұрышты етіп, турап дайындаймыз. Және де қазанымызға салып, тағы да бір араластырып жібереміз. Және де тамаққа жақсы дәм беретін кинза немесе сельдерей шөбін қолдансаңыздар болады. Жақсы дәм беру үшін 2 тіше сарымсағымызды ұсақтап тураймыз. Және де бұл жерде сельдерей шөбін қолдандым. Барлығын қазанымызға салып, жақсылап араластырамыз. Картопты да алдын ала қабығын ашып, видеодағыдай 4 бұрышты етіп, барлығын турап дайындап, қазанымызға салып, бір араластырып жіберіп, және де үстінен салқын су құямыз. Қайнап тұрған ыстық су құюға да болады. Және де су құймай тұрып, дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, оны да бір араластырып жібересіздер. Өзіңізге ұнаған кез келген лапша түрін қолдануға болады, немесе дайын лағман болса лағман сатып алсаңыздар, немесе өзіңіз қолдан соссаңыздар да болады. Салқын суымызға 1 шай қасық толтырып тұз салдым, және де мен осындай ұзын-ұзын макарон лағманды қолданатын боламын. Суға салып, осылай 25 минуттай пісіріп аламын қайнап тұрған суға. Және де подливы да пісіп қалды. Судан сүзіп алып, подливтің кішкене осындай сулы бөлігін араластырып жібереміз, қамыр жабыс қалмау үшін. Және де бетіне қою бөлігін салып, дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға, отбасыңызға ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рамазанның 3-ші күніне дәл осындай тағамды жасап беріңіз. Баршаңызға ас болсын. Рамазан айында ұстаған оразаңыз, дұға тілектеріңіз барлығы қабыл бола берсін. Және де каналыма тіркелмеген жаңа оқырман болсаңыз, міндетті түрде дәл қазір подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыздар.